Баршаларыңызға күн қайырлы болсын. Бүгін осындай батон нанды пісіріп үйренетін боламыз. Рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, оның үстінен жылы сүтті құямыз. Және де оның үстінен шекер, тұз және де ашытқыны салып, араластырып алатын боламыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Енді ұнымызды електен өткізіп отырып, жұмсақ етіп қамыр илеп шығамыз. Бізде осындай қамыр шығу керек. Енді жылы жерге 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Міне біздің қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді ыдыстан түсіретін боламыз. Ұндап жасай беріңіздер. Енді қамырымызды бөлеміз. Мен бұл жерде 2 бөлікке бөлген болатынмын. Сіздер кішігірім нан шығу үшін 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Енді әрбір бөлікті видеодағыдай сопақша пішінге келтіреміз. Және де противенге орналастыратын боламыз. Нандарымызды орналастырып алдық. Енді тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. 15 минут өткеннен соң бетін 2-3 жерден тілетін боламыз. Ол үшін пышағымыз өткір болу тиіс. Ақырындап, қатты баспай, салмақ түсірмей кескендеріңіз жөн, себебі нанның көтерілгені түсіп кетуі мүмкін. Осылай видеодағыдай кесіп шығасыздар. Кішкене тереңде болуы тиіс. Бетіне жұмыртқаның сарысы мен кішкене сүтті араластырып жағып шығамыз. Енді нанымызды 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің нанымыз осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Асты да толық піскен. Қазір ортасында көрсететін боламын. Міне біздегі ішкі бөлік осындай толықтай барлығы піскен, жұмсақ, дәмді нан болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.